Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қолжетімді, өте тез дайын болатын, небәрі 15 минутта пісіп шығатын шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Ең алдымен табаға қант, какао, қайнаған ыстық суды құйып, араластырып, кішкене суытып аламыз. Енді кезекте майонез қосамыз. Тағы да араластырамыз. ұн, жүгері крахмалын, 1 шай қасық разрыхлитель және жарты шай қасық тұзды қосып, тағы да біріктіріп араластырып аламыз. Осымен қамырымыз дайын. Қамырды кондитерлік қапқа құйып, кекстің формаларына шетінен құйып шығатын боламыз. Осы рецептпен жасағанда менде 20 штук кекс шықты. 100 грамм шоколадты майдалап турап, бетіне шетінен қойып шығатын боламыз. Осы кекстерімізді 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!